бәрі болады дейді. Нұрлан имам тыңдасаң, тек сваркаға қарау болмайды. Дейді, ол күліп отыр тіпті. Анекдот айтып отыр өзі. Қайда саған? Жылайсың сен не то что. Құдайды таныған күні жылайсың не то что саған күлген. Кеше қайдан дарын ұстаз қамап жатыр еді. Шындықты айтып, ол да қасқа мен құсап Құдайдың бар екенін айтып басып айда қалып отыр. Оларға Нұрлан ұстаз керек. Бәрі оңай тек. Құдайды да сатып алған ғой Нұрлан ұстаз. Құдай сатылады, ол Нұрлан сатылады. Астында бір әдемі шапан мен астында бір ат берсең, сразу жұмақ сатып алып береді саған. Бір идан тағып берсең, қатынның қолына былай. Болды. Нұрландардың молдалары күшті ғой, сол ғой, сол сендердің молдаларың. Өздеріңе құт болсын молдаларың, керек емес маған айтпа. Ондай айтқасын, Құдайдан кім қорқады? Сосын ғой мешітке 100 рет тоңқайсаң да сен адам болмайсың. Сені бір шамалы қорқыту керек қой. Құдай деген қорқу үшін керек емес болса. Ойбай, Құдай бүйтеді, үйтеді десең, сен қорқып түзелесің. Сендер тек анау жерге 3 рет аунап байғатып кетті. Сондай Камчаттар деген оранып еді, тек сразу алып кетті. Рахат екен. Тас бүркені бар еді, тек сразу алып кетті.